ешкіммен араластырмай, санасын тазарту үшін. Келер ұрпаққа сеніп отырған жағдайымыз бар ғой. Біз тәуелсіздікті алғаннан кейінгі 25 жылдағы пайда болған ұрпақ тазарады дегенге сенуге бола ма? Бұл иллюзия. Иллюзия. Өйткені Абай айтады ғой, өзің итсің дейді. Өзің итсің. Ит деген нәпсі деген сөз. Нәпсін жеңе алмаған адамды қазақ ит дейді. Ит дегеніміз нәпсі деген сөз қазақта. Дуат айтады ғой, дүние жемтік мен төбет, ырылдадым, не қапқыздым, не қаптым дейді. Сонда нәпсі деген ит та, ит. Яғни нәпсін жеңе алмаған қазақ нені образы түрде қазақ ит деп атайды нәпсіні. Өйткені ол қапқысы келіп тұрады ғой. Жоқ, нәпсі. Сонда айтады, осы иттің өзінен шаршадым сен. Нәпсіңде қапқысы келіп тұрады. Иә, иттігіңді қашан қоясың. Сонда Абай айтады, өзің итсің дейді, қазақ айтады, ит қазақсың дейді. Тағы бір ит қазақты туғызып дейді. Өзің күнәң аз беді, өзінің көрген қорлығын аз бедің, оның күнәсін қос арқалайын деп бедің. Сонша балаға неге құмар болдың дейді. Содан өзі құл қазақтан, өзі отарсызданбаған қазақтан қандай бала туады? Ит қазақ туады, сөз бе? Басындағы айтқан туысымыз тағы да алды бізден шыға келейді. Содан тау халықтарында керемет мақал бар. Ақылды қариялар жоқ елде, ақылды жастарды өсіп шықпайды дейді. Біз қазір жастарды күнәлап жатырмыз, орысша сөйлейді деп. Неге? Дұрыс. Өйткені олар біздің индикаторымыз, көрсетіп тұр, біздің рухани ауру екенімізді көрсетіп тұр. Әйтпесе сау адам өз елінде жүріп орысша сөйлей ме? Өзіңіз ойламайсыз ба кішкене? Ойлаңызшы кішкене, ақыл жүгіртіп. Сау адам, сау ұлт өз елінде жүріп орысша сөйлей ме? Өзге тілде сөйлей ме? Өз тілін менсінбей, өз халқын тілді менсінбеу деген сөз, мемлекетті менсінбеу деген сөз. Тіл деген ол. Демек өзің танымайсың деген. Өзіңді сыйламаймыз біз, сөз бе? Ал өзін сыйламаған не ұлтты мемлекет ешкім сыйламайды. Қазақ айтпаймын, өзін сыйласаң, жат жаннан түңілер. Сондан оны қадір деймін. Ұлттық қадірді қайтаруымыз керек. Ол қадір Грузинде бар. Ол қадір үшін Украина жан алып жан берісіп жатыр, қадірін қайтару үшін. Прибалтикада ол қадір бар, Өзбекте бар ол қадір. Әрбір өзбек айтады, мен өзбекпін, өзім бекпін дейді. Кез келген өзбегің айтады. Соны қайтаруымыз керек біз. Ал қадір қайтты ма, ол экономиканы сіз айтпай жасайды ол. Оның алмайтын қамал болмайды қадір қайтқаннан. Ал өзін қадірлемеген адам ешқандай салада жетістікке жете алмайды. Экономикада, әдебиетте, музыкада қайсынан алмаңыз. Ол бір нелер болады, арқандар, ішінде болат өзегі бар. Болат өзегін суырып алсаң, арқан былқылдайды да қалады. Сол біз пост колониальный елміз ғой. Біздің өзегімізді суырып алған ол кезінде. Жаңағы Бұхар айтып отыр ғой, бауыздамай ішер қанды, өлтірмей алар жаныңды. Сол қан, сол жан қайту керек. Сонда ғана біздің мемлекетімізде берекет орнайды. Сонда ғана біздің бағытымыз айқындалады. Сондан жастармен кездесіп лекция оқисыз? Әлбетте. Жастарды қызығушылығы осындай әңгімеге қаншалық? Керемет. Бәрібір гендік қызығу, қазақша білетін жастар бар ғой, қазақша білетін. Сосын туысы жақсы жастар бар. Бәрібір олардың жаны осыны аңсап тұрады ғой.